Бүгін жас ұстаз табысқа апарар жол атты аймақтық форумның алғашқы мәресі болды. Яғни бұл форумның негізгі мақсаты жас ұстаздардың арасында қандай да бір команда қалыптастыру, және де олардың өзара тәжірибе алмасуына, олардың бірлесе жұмыс істей алуына, олардың бір нәрсе, жаңа нәрсе үйреніп кетуіне ықпал ету, және сонымен қатар өз мектептеріне барған кезде өздерінің мектептерінде де қандай да бір іс тәжірибені жақсарту үшін өздеріне қандай да бір жаңа әдіс-тәсілдер алып кету болды. Бүгінгі форумда мұғалімдер біраз нәрсе үйренді деп айтуға болады. Жалпы жас ұстаздар форумын біз бүгін үлкен спорт залда жақсы бір іс-шарамен бастадық. Яғни бұл іс-шараның негізгі мақсаты мұғалімдерді осы форумға қандай да бір форумға деген қарым-қатынасын, форумға деген көзқарасын бір жақсартып алу, және де көңіл-күйлерін көтеріп алу болды. Бүгінгі форумға мұғалімдер әртүрлі алыс аудандардан келді. Яғни біз түсінеміз, шаршап келді, шалдығып келді. Дегенмен де бүгінгі форумда олар өз деңгейінде жұмыс істей отырып, өзара тәжірибе алмаса отырып, өздерінің жақсы бір нәтижелерін көрсетіп отырды. Олар тек қана қандай да бір шараларға емес, сонымен қатар түрлі тренингтерге қатысты. Сонымен қатар ерекше атап өтуге болатын эмоционалды интеллект атты осы педагогикалық шеберлік орталығының тренер өткізген тренингіне, сонымен қатар біздің республикалық жас ұстаз табысқа апарар жол атты форумға барып келген 6 біздің мұғалімдеріміздің мастер-класстарына, шеберлік сыныптарына қатыса отырып, сол шеберлік сыныптардан да өздеріне бір жақсы нәтиже алып кетті деп ойлаймыз. Жалпы жас ұстаздардың барлығы да өте шығармашыл, креативті, мықты деп айтуға болады, және де бүгінгі форумнан олардың алғандары мол болған шығар деп ойлаймыз. Қазір енді қорытындылайын деп отырмыз жас ұстаздар форумын. Бұл форумнан мұғалімдер өздерімен бірге үлкен бір қоржын алып кеткен шығар деп есептейміз. At the end, I'd like to say thank you for your attention.